Баршаңызға сәлем. Менің күнделікті жұмысым. Нұсқалық жасауға дым қол тимейді. ЭЦқ электрондық сандық қолтаңба. Жалпы түсіндіріп өтейін, мынау электрондық үкімет порталы egov.kz, оның барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Мемлекеттік электрондық қызметтерді осы портал арқылы алуға болады. Жалпы мемлекеттік қызметтердің көбісі электрондық түрге ауысып жатыр. Бұрында оны халыққа қызмет көрсету орталығында, яғни ЦОН дейміз, бәріміз сол орталықтан алатын болатынбыз. Қазіргі таңда көп мемлекеттік қызметтерді электрондық түрге ауыстырғандықтан өз бетімен портал арқылы алатын болып қазір солай жасалып қойған. Енді міне порталға кіру үшін бізде бірнеше қадам бар. Ол логин арқылы, яғни өзіміздің ЖСН номеріміз, сосын пароліміз. Электрондық сандық қолтаңба, digital, яғни ол биометрия, қазір түрімізді видеоға, суретке түсіру арқылы кіруге болады порталға. Сондай-ақ мына QR-код, бірақ QR-код пен кіру үшін өзіңізде мындай мобильді қосымша болу керек. Мобильді қосымша арқылы сіз, міне көрдіңіз ба, суреттегідей QR-кодты біз сканерлейміз де солай кіре аламыз. Так, енді сізге давайте мен digital арқылы биометрияны пайдалану арқылы кіру жолын сіздерге көрсетейін. Жалпы электрондық сандық қолтаңба ол ең оптималды кіру болып табылады, бірақ мен қазір электрондық сандық қолтаңбам қай жерде жатқанын білмеймін. Давайте. Номерімізді тереміз. Сәл номерімді бұлай көрсетпейін. Біздің номеріміз ЖСН номерімізге тіркелген. Яғни SMS код арқылы міне 422 кіреміз. Так, міне менде камера қосылды. Камера қараймын. Көріңіздер, начать деген кнопканы басамыз, батырманы. Отодвиньтесь дейді. Жақындатамыз. Қазір бір минут. Міне, қазір көрейік. Видео проверка пройдена. Мына жерде разрешить деген, рұқсат беру деген батырманы басамыз. Яғни жеке біздің басымызға қатысты деректерді алуға рұқсатын сұрап тұр. Болды. Мына жақта, оң жағыңызда біздің аты жөніміз шығады. Енді жұмысымызды бастауымызға болады.